Сәлем достар, біз бүгін can, could, be able to модальді етістіктерін үйренетін боламыз. Can – ол адамның бір нәрсе жасай алу қабілеті. Could – canнің өткен шағы, бұрын жасай алған, қазір жасай алмайды. Be able to – бұл canнің синонимі болып келеді, тек мүмкіндікке, уақытқа қарайды. Can – жалпы адамның жасай алатын нәрсесі болса, be able to тек мүмкіндікке қарай, уақытқа қарай жасалынады. I can play домбыра. Мен домбырада ойнай аламын. Жалпы ойнай аламын, ол менің қабілетім. Екінші қараңыз. I could play домбыра when I was 10. Мен домбырада 10 жасымда ойнай алатын едім. Қазір ойнай алмаймын, мен ұмытып қалдым. 10 жасымнан кейін мен мүлде домбыраға қарамай қойдым. Соны біз could қыламыз, бұрын істей алған, қазір істей алмайды. Әрекетті could деп атаймыз. I am able to sing. Мен өлең айта аламын. Менің тамағым ауырып тұрған жоқ. Дәл қазір мен мүмкіндігім бар не қылуға, өлең айтуға, тамағым ауырып тұрған жоқ. Енді минус формасы, болымсыз түрі. I can't play домбыра. Мен домбырада ойнай алмаймын, мүлде. Ол менің қабілетімде жоқ. Менің қолымнан келмейді ол нәрсе. Міне осыны айтады. I couldn't play домбыра when I was 10. Менің жасым 10-да болған кезде мен домбырада ойнай алмайтын едім. Қазір де ойнай алмаймын, немесе қазір ойнай аламын. Өткен шақта істей алмаған нәрсе, бірақ қазір істей алсаңыз, өткен шақта істей алмаған нәрсеңізді біз couldn't деп қасына етістікті қосып қоямыз. Ал кеттік. I can play football. Мен футбол ойнай аламын. Бірақ қазір ойнай алмаймын, себебі мазам болмай тұр. Ауырып тұрмын. Бұл жерде сондай мағына білдіріп тұр. I am not able to play now. Мен қазір ойнай алмаймын. Сұрау белгісіне қарайтын болсақ. Can you play домбыра? Yes, I can. No, I can't. Мен ойнай аламын, жоқ ойнай алмаймын. Could you play домбыра when you were 10? Сенің жасың 10-да болған кезде сен домбыра ойнай алдың ба? Yes, I could. No, I couldn't. Екеуін біреуін жауап қоямыздар. Are you able to play football now? Қазір сен футбол ойнай аласың ба? Егер болса жоқ болса жоқ. Yes, I am. No, I am not. Жалпы осы ғана. Яғни can адамның жалпылама істей алатын қабілеті болса, could өткен шақтағы қабілеті. Ал be able to canнің синонимі да, бірақ ол мүмкіндікке қарайды, уақытқа қарай өзгеріп отырады екен. Достар, мен YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта сізге пайдалы болады деген видеолармен бөлісемін.